Сәлем достар, қаларыңыз қалай? Ағылшын тілін жаңадан үйреніп жатқан адамдарға ең маңызды білу керек тақырыптардың біреуі бұл есімдіктер тақырыбы достар. Қазақшада бұрында естулеріңіз бар шығар, есімдік, етістік, зат есім, сын есім, кейбіреулердің қатты мазасын алатын шығар мектеп кезінде, бірақ қазір енді сол тақырыптарға қайтадан ораламыз, бірақ бұл жол кішкене жеңілдеу жолменен сіздерге түсіндіретін боламын. Есімдіктер дегеніміз достар, ағылшын тіліндегі баламасы pronouns деген сөздер. Pronouns, есімдіктер, жазып алыңыздар дәптерлеріңізге. Енді қараңызшы, осы есімдік деген сөздің негізгі баламасы қайдан шығады достар? Есім сөздер, яғни бір нәрсенің есімі, мысалы Асан, Үсен, Жамбыл, Ардақ дейді, мысалы сондай адамдардың барлығы, мысалы дейік, Асан доп ойнады, Үсен тамақ ішті, Жамбыл футбол көріп отыр деген сияқты болса, енді дейміз, олардың барлығы, немесе олар бір нәрсе істеп жатыр деп бір сөзбен ғана алмастыра аламыз. Көрдіңіз бе? Асанды да, Үсенді де, Жамбылды да біз бір сөзбенен алмастыра салдық. Бұл қандай сөздер? Есімдік сөздер. Яғни Асан да бір адамның есімі, Жамбыл да бір адамның есімі, Үсен де бір адамның есімі. Осы есімдердің барлығын бір ортаға жинап, бір-ақ сөзбенен алмастыратын болсаңыз, сол сөздерді есімдіктер деп айтамыз. Ағылшын тілінде солар pronouns деп айтылатын болады. Енді осы pronouns, есімдіктер өзі бірнеше түрге бөлінеді. Қазақшада да тура сондай есімдіктер бөлінеді. Жіктік есімдіктер, өздік есімдіктер, тәуелдік есімдіктер болып. Солардың бүгін біз subject pronouns, яғни жіктік есімдіктерін өтетін боламыз. Яғни белгілі бір адамның атын немесе бір заттың атын алмастыратын есімдіктердің түрлері. Бұлар 7 түрден тұрады достар. Естулеріңіз бар шығар бұған дейін. I, you, we, they, he, she, it деген сөздер. Бұлардың әрқайсының баламасын айтып берейін. I деген бұл мен. You деген сен деген сөз. Немесе you деген сөздің негізі 4 түрлі мағынасы бар достар. Бұл сен, бұл сіз қазақшадағы сыпайы түрі. Және сендер деген мағынаға да қолданылады, сіздер деген мағынаға да қолданылады. Яғни you деген сөз біраз әмбебап есімдік деп қабылдаңыз. We деген сөз бар, біз деген сөз. We. They деген сөз бар, бұл олар деген сөз. Басқа бір адамдарға байланысты айтылады. He деген сөз бар, ол ер адамға айтылады. She деген сөз бар, ол әйел адамға айтылады. Қазақшада біз бөлмейміз, ер, әйел, бәрі ол. Және it деген сөз бар, бұл затқа да, жануарларға да қолданыла беретін сөз. All деген сөз. Осы сөздер арқылы біз сөйлемдер құрастыра аламыз достар. Негізі ағылшын тілінің былай сөйлеу өнерін, сөйлеу мәнерін дұрыстап үйрену үшін ең алдымен осы есімдіктерден бастап үйренген дұрыс. Неге десеңіз, сөйлем құрағанымыз есімдіктермен жасаған кезде, сөйлем құрау барысында есімдіктермен сөйлем құраған кезде сізге әлдеқайда жеңіл болады сөйлемдерді құрау. Неге? Өйткені бір сөзді қайталап айта берсеңіз қате болмайды да ол жерде, түсіндіңіз бе? Қараңыз, мысалы, мен сіздерге қарапайым жай сөйлемдер жасауды қазір үйретіп жатамын. Қараңыз. I work. Мына жағына назар аудармай қоя тұрайық. I work. Мен жұмыс істеймін деген сөз. Яғни күнделікті режимде қайталанатын бір әрекеттерді айтамыз. I work. You sleep. Сен ұйықтайсың. We jump. Біз секіреміз деген сөз. They make. Олар жасайды. Make. He smiles. Ол күледі. Бізде бір нәрсені ескеруіміз керек. He, she, it есімдіктерінен кейін біз етістік жалғасақ, бұлардың барлығына S немесе ES деген қосымша жалғанады екен етістіктердің артынан. Бұның барлығын біз алдағы уақытта тағы да өтеміз достар. Қазір тек қана жалпы бір ақпарат ретінде түсіне беріңіздер. He smiles, ол күлімдейді, яғни әрқашан күлімдейді деген мағынада келеді. She drinks, ол ішеді деген сөз. Сусын ішеді, сүт ішеді, тамақ ішеді, айырмашылығы. It comes, ол келеді. Яғни тоже тура қайталанатын бір әрекеттерді біз айтып жатырмыз. Қараңызшы достар, осылай сөйлем жасау барысында біз мына I, you, we, they, he, she-ті қолданып сөйлемдерді құрастыра бере аламыз. Бұл есімдіктерді жақсылап жаттап алғаныңыз сіздің тез үйренуіңізге септігін тигізеді. Енді ағылшын тілінде сөйлеуді үйрену үшін сіз не істеу керексіз? Осы есімдіктердің кез келгенін аласыз. Мысалы I-дан бастайық, мен дегеннен. Мен тамақ ішемін, мен ұйықтаймын, мен жүгіремін, мен сөйлесем деген сияқты әңгімелердің барлығын осы I арқылы жасай бересіз. Мысалы, мен сіздерге бір етістіктердің тізімін беремін алдағы уақытта. Сол етістіктерге қарап, сіз қарапайым сөйлемдер құрастыра беріңіз. Егер де сөйлеп үйренемін десеңіз. Мысалы,
I study, мен сабақ оқимын. I drink water, мен су ішемін. I speak, мен сөйлеймін. I understand, мен түсінемін. Көрдіңіз бе? Осылай сөйлем құрастыруды үйренуіңіз керексіз. Сөйлем құрастыру өте оңай. Ағылшынша сөйлеймін десеңіз, негізі өте оңай. Қараңызшы, бастауыш ретінде осы I сөзін аласыз да, және любой етістікті қоя бересіз. I work, you work, I study, I sleep, I dream, I make a video деген сияқты. Осылайша тура солай басқа біреуге де айта аласыз, яғни жүктей аласыз. Мысалы, жаныңызда досыңыз тұрса, you sleep, сен ұйықтайсың. You eat, сен тамақ жейсің. You talk to me, сен менімен сөйлесесің. Көрдіңіз бе? You деп тура солай етістер жалғау арқылы сөйлем жасайсыз. Осындай сөйлемдерді жасап, нөлдік нүктеден алдыға қарай жылжып кету үшін мына есімдіктерді жаттап алуымыз керексіз достар. Енді қараңызшы, біз қарапайым сөйлем құрастырдық, жай сөйлемдер. Мен әдейі әртүрлі түспен жасап қойдым сіздерге түсінікті болу үшін. Енді сол етістіктерге, осы етістік арқылы жасалған жай сөйлемдерге біз толықтауыш басқа сөздерді қосамыз, және кішкене сөйлемімізді әдемілеп түрлендіру мақсатында. Қараңызшы. I work, мен жұмыс істеймін. At school. At деген сөз мектепте дейміз ғой қазақшада. Сол та, да, де, та, те. Яғни бір мекенді, жерді білдіру үшін қолданылатын жалғау. Немесе қосымша деп айтайық. Жұрнақ болудан мүмкін ол кей кезде, бірақ негізі жалғау. Сол жалғау ағылшын тілінде мына мектепте деп қазақшада жазамыз ғой. Сол алдына шығып кетеді. Сол кезде не деп айтамыз? I work at school. Мен мектепте жұмыс істеймін. You sleep at home. Сен үйде ұйықтайсың деген сөз. Көрдіңіз бе? Біз уже сен ұйықтайсың деген сөйлемді кішкене түрлендірдік. At home. Кішкене үйді қостық та және. We jump. Біз секіреміз. We jump every day. Біз күнде секіреміз. Көрдіңіз бе? They make. Олар жасайды. They make food. Олар тамақ жасайды. Яғни не жасайды деген сөзге толықтауыш сөз ретінде тамақ сөзі кіре береді екен. Осылайша мынау етістіктен кейін келетін кез келген сөздің барлығы ағылшын тілінде толықтауыш деген ұғымға келеді достар. Яғни сөйлемді толықтыратын қосымша бір сөз таптарын айта алады екенбіз толықтауыш деп. Бұл толықтауыш бастауыш сияқты кім деген сөз сұраққа да жауап бере алады, не деген сұраққа да жауап бере алады, кімді қайда деген, қашан, қанша деген сұраққа да жауап бере алады. Қазақшадағы толықтауыштан кішкене айырмашылығы осында достар. Түсініп алдыңыздар. Енді бұл сөздердің барлығын ары жалғастыра аламыз. Мысалы, he smiles to the world. Ол әлемге күлімдейді. Көрдіңіз бе? To the world. To деген мынау қосымша достар, бір бақытты білдіру үшін де қолданылады. Көп жағдайда. Мысалы, I go to you. Мен саған барамын. Көрдіңіз бе? I go to the United States. Мен Америкаға барамын. Ғаге, қаке, яғни бір бақытты білдіру үшін қолданатын қосымша болып та қолданылады екен. Мына to деген неміз қосымшамыз деп қояды. Енді қараңызшы, she drinks milk, ол сүт ішеді. Drinks деп те бітіре аласыз, ол ішеді деп те қоюға болады. Не ішетіндігін нақтылап көрсетсеңіз, мынау жаққа уже толықтауышқа айналады. Осылайша сіз сөйлем құрай аласыз үйде. Қараңызшы, соңғы сөйлем it comes to mega, ол мегаға келеді деген сөз. Көрдіңіз бе? It comes to mega. Осылайша біз to деп бір бағытты білдіріп сөйлемдер құрастырамыз. Енді осы сөйлемдерге қарап, өзіңіз үйде отырып, етістіктер алыңыз. I, you, we, they, he, she алыңыз. Сөйтіңіз де отырып алып бір-бірлерімен қосып сөйлем құрастырыңыз. Отырып сөйлем құрай беріңіз. Сіздің ойыңыз ағылшынша ойлау қабілетін дамытуыңыз керексіз. Яғни сіз жаңадан тіл үйрену процесіндесіз, бір нәрсені ойлау қабілетіңізді дамыту керексіз. Сол үшін қорықпау керек, қателесуден қорықпау керек, басқа-басқаның бәрін ысырып қойып, мынау есімдіктермен кез келген етістікті жалғап сөйлем құрастырасыз. Сосын етістікпен сөйлем құрастыруды жақсылап үйреніп алған соң, үшінші сөзді жалғаймыз және. Бұлар толықтауыштар жалғанады. Ол уже келесі этап деп қабылдаңыз. Осылайша достар, біз есімдіктер тақырыбын, яғни pronouns тақырыбын мұқият түсіндік деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса, комментке жазыңыздар, немесе маған жекеге хабарлассаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет. Сау, саламатта болыңыздар.